әжем, ғасыр әжем аңсаған. Сағынышым сар ормандай самсаған. Әке болып жүргенімді ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Деп балалар, бүгінгі әдебиет сабағын әже туралы әсем әнмен бастағым келді. Себебі бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әже туралы болмақ. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерге сәттілік тілей отырып сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Нұрдаулет Ақыш «Нағыз әже қайда?». Бұл сабақта сіздер автор туралы ақпарат аласыздар, әже ұғымының мәнін ашамыз, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын табамыз, сонымен қатар көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образды ашамыз. Құрметті оқушылар, әже дегеніміз кім? Сіздердің әжелеріңіз бар ма? Әжелеріңіз қандай ертегі айтып берді? Жалпы қандай ертегі білесіздер? Міне осы сұрақтар бүгінгі сабағымыздың арқауы болмақ. Шығарманың мазмұнымен таныспас бұрын автор туралы қысқаша ақпарат біліп алайық. Нұрдаулет Ақыш танымал қазақ жазушысы, журналист. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылында дүниеге келген. Ол қазақ әдебиетінің проза саласын зерттеп, ғылыми еңбектер жазған қаламгер. Нұрдаулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесінде отбасы ұшқан ұя, жылылықтың, мейірімділіктің мекені екені, отбасындағы әке-шеше, ата-әженің орны туралы ой толғанады. Әже атауының мәніне терең үңіліп, әженің қасиетті жан екенін сезіндіруге, ардақтауға бағыттайды. Құрметті оқушылар, енді сіздерге «Нағыз әже қайда» шығармасының қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ендеше мұқият тыңдап алыңыздар. Автор өздерінің қыздары Райхан мен Аяға күнде ертегі айтып береді. Бір күні кішкентай қызы Ая: «Әке, сен ертегілерді балабақшадан үйрендің бе?» деп сұрақ қояды. Сонда әкесі: «Жоқ, мен балабақшадан емес, әжемнен үйрендім. Әжемнің қолында өсіп, тәрбиеленіп, әжемнің ертегісін тыңдап өстім» дейді. Сонда екі қыз таңырқап: «Әже деген кім?» деп сұрақ қояды. Балалардың сұрақ қоюының себебі бар. Себебі әже түгілі қарт адамдардың мейірім шапағатын көрмей, тек қана балабақшаның бағымында және ата-анасының қолында тәрбиеленіп жатқан балалар. Міне осы сұрақтан кейін әкесі өзінің әжесін көз алдына елестетіп отырып, сондай кереметтей етіп суреттейді, яғни заңғар тауға теңеп, керемет портреттік бейнені жасайды. Міне осындай суреттен кейін екі қызда үлкен арман мен қызығушылық пайда болады. Бізде де тура осындай әже болса ғой, немесе біз осындай әжені көрсек қой деп армандайды. Осыдан кейін автор өзінің қыздарына өзінің әжесіндей әжені іздейді. Алайда тура өзінің әжесі секілді кимешек киген, ұршық иіріп отырған әжені табу оңайға соқпайды. Міне балалар, сіздер шығарманың қысқаша мазмұнымен таныстыңыздар. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Енді шығарманың толық нұсқасын өздеріңіз оқулықтан оқып алсаңыздар болады. Алдымен шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтап алайық. Ол үшін әдеби терминдер тақырып, идея дегеніміз не, соның мәнін ұғып алайық. Тақырып — жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы. Идея — жазушының сол өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы, берген бағасы. Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Туындыда көтерілген тақырыпты танытудағы қаламгердің ойы мен көзқарасы шығарманың идеясы болып табылады.
Міне балалар, сіздер тақырып пен идеяның не екендігін жақсы түсініп алды деген ойдамын. Енді бүгінгі біздің сабағымыз нағыз әже қайда әңгімесінің тақырыбы мен идеясы қандай деп ойлайсыздар? Әрине, шығарманың тақырыбы әже туралы, ал шығарманың идеясы әже дегеннің қасиетті жан екендігін және оны бағалау, ардақтау керектігін ұғындыру. Құрметті оқушылар, алдымен әже дегеніміз кім? Әжеге тән қандай қасиеттерді білесіздер? Міне осыны ұғып алайық, әже сөзінің мәнін ашып алайық. Сіздер ойланып, әжеге тән қандай қасиеттерді білесіздер айтып отырыңыздар, мен жаза берейін. Сіздер де менімен бірге дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Ендеше кеттік. Әже дегеніміз кім балалар? Әже дегеніміз ең алдымен дана. Және қандай қасиетін айтасыздар балалар? Әже деген қамқоршы, әрдайым біздің асты үстімізге түсіп отыратын қамқоршы әже. Сіздер де менімен бірге дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Келесі, тағы да әже кім? Әже тілекші, әрдайым бізге батасын беріп, сыртымыздан тілеуімізді тілеп отыратын жан. Кешіріңіздер балалар, негізі менің жазуым өте жақсы, көркем. Алайда мына экранда жазу кішкене ыңғайсыздық тудырады екен. Ары қарай кеттік. Әже дегеніміз аяулы. Сонымен қатар, әже дегеніміз сабырлы. Ары қарай, тағы кім деп ойлайсыздар? Және әже бізге ардақты деп алайық. Міне, құрметті оқушылар, біз қазір әжеге тән қасиеттерді жазып шықтық. Осы әжеге тән қасиеттер шығармада қалай көрсетілді екен? Осындай қасиеттер шығармада көрініс тапты ме екен? Ендеше қайтадан нағыз әже қайда әңгімесіне оралайық. Ондағы автор өзінің әжесінің портретін қалай суреттеді екен? Соған назар аударайық. Шығармадағы әженің портреті. Өзі мейірімді де, ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрыса қалса, орнымен, теріс қылығыңа өзің ұялатындай етіп ұрсады. Өзінің үні де, қолы да, көз қарасы да жұмсақ. Жұрттың бәрімен қарағым, айналайын деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Балалар, автор өзінің әжесін шынында да кереметтей етіп суреттепті. Солай ма? Және біздің жазған жаңа қасиеттеріміз де осы жерден көрініс тауып тұр. Ары қарай, енді автор өзінің әжесінің сыртқы келбетін қалай суреттепті? Үзіндіні оқиық. Сол түні өз әжем түсіме кіріпті. Осыдан 30 жыл бұрынғы қалпы, басында аппақ кимешегі бар екен деймін. Ескі мақаммен ыңылдап, ән айтып, ұршық иіріп отыр. Балалар, сіздер де Райхан мен Ая секілді ұршық дегеніміз не, кимешек дегеніміз не деп түсінбей отырған боларсыздар. Ендеше осындай сөздердің мәнін, мағынасын ашып алайық. Ұршық жүннен жіп иіруге арналған жеңіл құрал. Шылауыш кимешек. Кимешек үстінен байланатын үлкен шаршы орамал, жаулық. Жаңағы автордың әжесі де ылғи да осындай кимешек киіп жүрген. Дәндету, құнықтыру, әдетке айналдыру. Тосын, бөтен, таныс емес деген мағынаны білдіреді. Қамзол, әйелдер көйлек сыртынан киетін жеңсіз, жеңіл сырт киім.
Кейуана, жасы ұлғайған кәрі адам. Балалар, автор өз әжесін бейнелеу арқылы шығармада өз мақсатында айтып өтеді. Ал енді экранға назар аударыңыздар. Автордың мақсаты қандай екен? Мақсатым қыздарыма өз әжем сияқты нағыз қазақи кейіптегі Кейуананы көрсету еді. Ондағы ойым, әже деген жарықтықтың анау-мынау қарапайым адам емес, бұлайғы жұрттан өзгеше, ардақты да қасиетті жан екенін сәбилер анық сезінсін. Оларды не үшін құрметтеу керектігін түсіне білсін деген ниет. Міне балалар, осы автордың сөзінен біз көп нәрсені ұғынуымызға болады. Себебі әжені қарапайым адам емес, оны үлкен заңғар тауға теңеп тұр және ардақтауға, құрметтеуге шақырып тұр. Құрметті оқушылар, Райхан мен Ая неліктен әже іздеді деп ойлайсыздар? Себебі әкесі әже келбетін, әженің портретін кереметтей жылылыққа толы етіп суреттеді. Міне балалар, әже дегеніміз қасиетті жан. Сондықтан әжелеріңізді сыйлаңыздар, ақылы мен ертегісін тыңдаңыздар. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Құрметті оқушылар, өздеріңіз үйде әжелеріңізге арнап өлең шумақтарын арнаңыздар, өлең шығарыңыздар және әже туралы эссе жазып көріңіздер. Білім алаңында жолыққанша жас достар. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Әдебиет әлеміне қош келдіңіздер. Сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Келіңдер, ертегі айтып берейін». Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесін бүгін жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сіздер образ түрлерін, фабула мен сюжет ұғымдарын, сонымен қатар әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуына сипаттама береміз. Эпикалық шығармадағы автор бейнесін бірге анықтайтын боламыз. Құрметті оқушылар, сіздер өткен сабақта әженің кім екенін, әжеге тән қасиеттерді анықтадыңыздар және шығарманың мазмұнымен таныстыңыздар. Сіздерге алғашқы сұрағым мынадай. Әкесі Райхан мен Аяға қандай ертегілер айтып береді? Және Райхан мен Ая балабақшада қандай ертегілер тыңдайды? Есімізге түсірейік. Әкесі қыздарына ер төстік, құйыршық, түлкі мен тазы ертегілерін айтып береді. Ал балабақшада Райхан мен Ая қызыл телпек, айбалит, кір қоймас ертегілерін тыңдайды. Құрметті оқушылар, ертегі тыңдау мен оқудың пайдасы өте көп. Сөздік қорларыңыз дамиды, ой ұшқырларыңыз күшейіп, есте сақтау қабілеттеріңіз жақсарады. Сонымен бірге ертегіні көп тыңдап өскен баланың әлде қайда жетістігі көп болады. Оған дәлел ретінде ұлы ақынымыз Абайдың балалық шағын қарастырайықшы. Зере әжесінің түрлі қызықты да әңгімесін естіп өседі. Нәтижесінде зерек, ақылды, ойшыл, дүниетанымы кең, алғыр, ұлы ақын болды. Құрметті оқушылар, шығарманың фабуласы мен сюжеттік дамуын анықтай отырып, мазмұндық жоспар беріп, мәтіннен дәлел келтірейік. Ол үшін сіздер естеріңізге түсіріңіздер. Бұған дейін сіздер фабула, сюжет терминдермен таныс болған едіңіздер. Есімізге тағы түсірейік. Фабула көркем шығармада суреттелетін оқиғаның рет-ретмен жүйеленуі. Фабулалық тәсілдерді автор қолдана отырып, оқиғаның баяндауын бірде үдетіп,
бірде бәсеңдетіп, кейіпкерлердің көңіл күйінің қалтарыстарын ашып, образды ашады. Сюжет дегеніміз өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, бір тұтас желісі. Енді экранға назар аударайық. Шығармадағы сюжеттің композициялық құрылымына назар аударыңыздар. Оқиға қалай басталды? Оқиға әкесінің қыздарға ертек айтып беруінен басталды. Мәтіннен үзінді келтірейік. Айналдырған екі бөлмені астан-кестен етіп, мазаны ала бастаған кезде, келіңдер, ертек айтып берейін деп, жалынып, жалбарынып жүріп, үй ішінен безіп кеткен тыныштықты әрең қайырып алушы едім. Бұл әкесінің сөзі, балалар. Ары қарай оқиға қалай дамыды? Әже деген кім? Нағыз әженің бейнесі осы оқиғаның дамуында көрсетіледі. Ал енді мәтіннен үзінді келтірейік. Әже деген кім? Бұл ойына келгенді төтесінен қойып қалып, қарап отыратын Райханның сұрағы. Үстірттеу ұққан кісіге сорақылау көрінгенімен, кішкентайдың бұлайша сауал беруінің мәнісі бар. Бұл екеуі тек әженің ғана емес, жалпы қарт адамның мейірім шапағатын сезінбей, балабақшаның бағымында, папасы мен мамасының қасында өсіп келе жатқан балалар. Ары қарай оқиғаның шиеленісуі әжені іздеу, қонаққа барумен жалғасады. Мәтіннен үзінді келтірейік. Нағыз әжені көрсетем дегенің қайда? Сонда ғана барып есіме сарт ете түскені. Бұл жолы шақырылған жерге жалп етіп жетіп бара салмай, кәдімгідей мән беріп дайындалдық. Құрметті оқушылар, осы кезде естеріңізге түсіріңіздерші, олар не үшін қонаққа барды? Әрине, сол қонаққа әже келетіндігін естідіп, сол әжені көруге асығады. Ары қарай оқиғаның шарықтау шегі қонақтағы әжені көру, әжемен сөйлесумен жалғасады. Көз жеткізу үшін мәтіннен үзінді келтірейік. Шешеймен бір-екі ауыз сөз алмасып, бойы үйрене бастаған Райхан, әже, осы сіз шын әжесіз бе? Деп сұрақ қояды. Әже дейді мені, жас келіп, балалар өсіп жатқан соң, қайтып әже болмассың. Уақыт өзі соған әкеледі екен ғой. Деп, сол қонақтағы әже осылай жауап береді. Ары қарай оқиғаның шешімі қалай болды екен, балалар? Оқиғаның шешімі әкенің уәдесімен аяқталады. Папа, сен бізге бәрібір нағыз әжені көрсетесің ғой. Айтшы, көрсетесің бе? Деді сосын ол жаңағыдан гөрі жадыраңқырап. Аялы жанарларында тұтанған үміт ұшқынын жасырмай, сәбилік сеніммен бетіме тура қарайды. Мен уәде еттім, бірақ оны қалай орындайтыным туралы сол сәтте ойланған жоқ едім. Деген әкенің сөзімен әңгіме аяқталады. Міне балалар, әңгіменің сюжеттік желісіне назар аудардық. Енді осы кейіпкерлердің образын анықтап алайық. Көркем әдіске байланысты образдың екі түрі бар. Олар романтикалық образ, реалистік образ. Романтикалық образ өмірдегі болған, немесе бар деректен гөрі өмірде әзірше жоқ, бірақ болатын дерекке негізделеді. Қазақ әдебиетінде романтикалық образдың ежелгі түрі ертегілер мен аңыздарда, батырлық жырларда кездеседі. Реалистік образ. Атынан белгілі, шындыққа негізделген кейіпкер. Олар арқылы шығармадан өмірдің ашы тұршысын, өмірдің шындығын көре аламыз. Реалистік образ туралы Зейнолла Қабдолов жақсы түсінік берген. Реалистік образ нанымды образ. Оның мінез құлқы, іс-әрекеті, оны қоршаған орта, оның басынан өтетін оқиға, бәрі өлшеулі, бәрі мөлшерлі. Өйткені суреткер шыншыл образ жасау үстінде өзін шындық шеңберінен шығармайды, өзін өзі меңгеріп, қажетті жерде ылғи іріктеп отырады. Құрметті оқушылар, енді біз әңгімедегі кездескен кейіпкерлердің бойынан қай образды кездестірер екенбіз? Осыны бірге
анықтап алайық. Кейіпкерлердің образына назар аударайық. Автордың әжесі. Бұл бізде романтикалық образ. Оған дәлел ретінде қарайық. Өзі мейірімді де ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса орнымен, теріс қылығыңа өзің ұялатындай етіп ұрсады. Қарағым, айналайын деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Әппақ кимешек киген, қолында ұршығы бар. Балалар, бұл бізде шығармадан берілген автордың әжесінің портреті. Бұл бізде романтикалық образ. Жазушы мінездеме бергенде, автордың әжесі қасиетті, қадірлі, мейірімге толы адам. Менің ойым деген жерге, балалар, өздеріңіз дәптерге толықтырып жазыңыздар. Ары қарай келесі кейіпкеріміз кім екен? Ол қонақтағы әже. Портреті иығына көгілдір жемпіріліп, басына жаздық гүлді орамал салған егде кісі. Біз бұл кісіні реалистік образ дейміз. Себебі бұл әже шын мәнінде өмірде кездескен. Жазушы жалпылай мінездеме бергенде заманауи әже. Ары қарай өз ойларыңызды жазасыздар. Келесі кейіпкерлер Райхан мен Ая. Тек әженің ғана емес, жалпы қарт адамның мейірім шапағатын сезінбей, балабақшаның бағымында, папасы мен мамасының қасында өсіп келе жатқан балалар. Бұл балалар бізде қандай образ? Әрине, реалистік образ. Себебі бұл балалар шын өмірде бар. Бұған жазушы жалпылай мінездеме бергенде әжені іздеген балалар. Тағы да толықтырамын десеңіздер, құрметті оқушылар, өз ойларыңызды дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Ары қарай, әке. Қыздарына үнемі ертегі айтып береді, нағыз әжені бейнелеуші. Қыздарына нағыз әжені көрсетуді мақсат еткен әке. Ары қарай толықтырып өздеріңіз жаза кетіңіздер. Енді әженің образы суреттелген шығармадан үзінді келтірейік. Сіздерге бір шартым бар. Тиісті сөздерді қолданып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. Құрметті оқушылар, өздеріңіз жазған жауапты дұрыс нұсқамен салыстырайық. Мақсатым қыздарыма өз әжем сияқты нағыз қазақи кейіптегі кейуананы көрсету еді. Ондағы ойым, әже деген жарықтықтың анау-мынау қарапайым адам емес. Бұлайғы жұрттан өзгеше, ардақты да, қасиетті жан екенін сәбилер шын көңілмен сезінсін. Оларды не үшін құрметтеу керегін түсіне білсін деген ниет. Сол түні өз әжем түсіме кіріпті. Осыдан 30 жыл бұрынғы қалпы, басында аппақ кимешегі бар екен деймін. Ескі мақаммен ыңылдап, ән айтып, ұршы қиырып отыр. Мен болсам, әжемнің бүйіріне басымды тығып, еш алаңсыз ірімшік жеп жатыр екенмін. Міне балалар, осы мәтіннен нағыз әженің образын көре алдық. Енді автор бейнесі қандай екен? Құрметті оқушылар, осы шығармадан біз автордың бейнесін де көре аламыз. Қане ойланып көріңіздер. Әңгімеде автор бейнесі қай жақтан сөйлейді? Автор баяндаушы ма, әлде әңгімелеуші ме? Автор бейнесін қандай белгілеріне қарап анықтадыңдар? Автор бұл шығармасында бірінші жақтан сөйлейді. Әңгімелеуші ретінде
авторды бейнесін көруге болады. Және осы шығармадан автордың бейнесі жұмыс басты, ғылыми еңбек жазып жүрген әке ретінде көруге болады. Міне балалар, бүгінгі сабағымызды осымен қорытындылайық. Сіздер бұл сабақта шығарманың сюжеттік дамуын анықтап, кейіпкерлердің образын бірге аштық. Балалық шағы соғыс өткен Мұқағали Мақатаевтың ақ жаулықты әжесінің аты Тиын болған. Ол кездегі әжелер аңыз дастандар мен ертегі қиссаларды жатқа айтып, баланы бесік жырымен тербеткен. Ақиық ақын өзінің әжесіне ақ жаулығына арнап өлеңдер арнаған. Әр қашанда есте болсын ағайын жұрт балалар, әжелер ғой бізді ойлап ақыл айтар даналар. Құрметтейік асыл дара әжелерді қашанда, сөз айтпайық өте қатты жүректерін жаралар деген өлең шумақтарымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Үйде өздеріңіз әже туралы 5 жолды өлең құрастырыңыздар. Келесі білім алаңында жүздескенше жас достар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біздің қазақ әдебиеті сабағынан өтетін екінші сабағымыз ол Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» тақырыбы. Жалпы сабағымыздың мақсатымен таныстырып өтетін болсам, бүгінгі сабақта әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтаймыз, әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттаймыз. «Нағыз әже қайда» шығармасының авторы бізде Нұрдәулет Ақыш. Нұрдәулет Ақыш 1950 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында өмірге келген. Жалпы сіздерге бұл шығарманың тақырыбы мен идеясын сабақтың мақсатына қарай анықтап алмас бұрын, мына суреттерді назарларыңызға ұсынып отырмын. Көріп отырғандарыңыздай, суретте қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев берілген. Биыл біздің Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы. Және соған сәйкес Абай Құнанбаевтың жанында міне Абайдың жас кезінде әжесімен отырған бейнесі. Абайдың әжесі кім? Абайдың әжесі бізде сіздер білесіздер балалар, Зере. Дәл сол секілді келесі суретте де бізде қазақтың тұңғыш ағартушы ғалымдарының бірі Шоқан Уәлихановты көрсетіп отырмын. Шоқанды тәрбиелеген, Шоқанды осындай жетістікке жетелеген білім нәрімен сусындатқан бізде кім? Тағы да оның әжесі Айғаным. Яғни біздің қазақ даласында біздің ұлы тұлғаларымызды тәрбиелеуге өз септігін тигізген аналардың қатарында үнемі әже деген статустың мәртебесі жоғары жүреді. Сондықтан мен нағыз әже қайда десе, нағыз әже сол Зерені, нағыз әже сол Айғанымды айтар едім. Бүгінгі Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» дейтін шығармасына келетін болсақ, жалпы шығарманың мен кейіпкерлерімен таныстырып өтейін. Азаттың жолдасы, келіншегі Балғыз, одан кейін Азаттың 2 қызы бар. Олар Райхан және Ая. Екеуі де балабақшаға барады. Райхан 5-те, Ая 3 жасар. Одан кейін шығарманың кейіпкерлері бізде Ажар. Ажар деп отырғанымыз Азаттың жолдасының қызы, яғни грантқа оқуға түсіп жатқан. Және де заманауи әже осы Ажардың әжесі, яғни Азаттың жолдастың анасы. Осы кейіпкерлер арқылы біз бүгін шығарманың жалпы тақырыбын, идеясын анықтайтын боламыз. Шығармадағы тақырыбын, идеясын анықтамас бұрын қысқаша мазмұнын айтып өтетін болсақ, жаңа айтқан Азат деген есімді біздің жігіт 2 қызына үнемі ертек айтып береді. Ол Райхан мен Аяға. Және Райхан мен Ая да соған қатты үйренген. Папа бізге ертек айтып берші деп үнемі әкелерін мазалайды. Сол тұрғыда әкесі балаларына ертегіні әжелер айтады деп айтып қалады. Әже деген кім деген сұрақты қойған кезде Азат сол замандағы әжелерді атай алмайды. Себебі өзінің анасы
әжесі өмірден өтіп кеткен, жолдасының жары кішкене ауырыңқырайды ауыл жақта. Енді екі қызға әже деп көрсететіндей әженің статусындағы адамды таба алмай дел сал болады. Көшедегі қарияларды көрсетейін десе, олардың түр болмысы келмейтін секілді. Яғни Азат өзінің өткен шағындағы әже бейнесін аңсайды. Ал қыздар болса үнемі әкелерінен әже деген қандай, әже деген кім деп қайта-қайта сұрай береді. Сондықтан балаларына әже образын таныту мақсатында Азат пен жолдасы жора жолдастарынан, ағайындарының арасынан нағыз әженің бейнесін іздей бастайды. Енді мен шығармаға толықтай тоқтала алмаймын, сіздерге оқуға берем, бірақ мына жердегі Азаттың үзіндісін беріп отырмын, шығармадағы әже образы. Мақсатым қыздарыма өз әжем сияқты нағыз қазақи кейіптегі кейуананы көрсету еді. Ондағы ойым, әже деген жарықтықтың анау-мынау қарапайым адам емес, былайғы жұрттан өзгеше, ардақты да қасиетті жан екенін сәбилер үшін шын көңілмен сезінсін, оларды не үшін құрметтеу керегін түсіне білсін деген ниет. Бір-екі рет басына жаулық салған мәсілі қариялар көшеде ұшырасты. Әже деген міне осындай болады деп жол-жөнекей асығыс көрсеткеніме екі қыздың көңілі көнше қойған жоқ. Олардың ұғымындағы әже бейнесі менің сипаттауым бойынша әлде қайда биігірек болатын. Әже, сендер сияқты балалардың папалары мен мамаларын өсірген кісі дейтімін өзімнің олақтау тіліммен. Өзім мейірімді де ақылды адам, ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса орнымен теріс қылығыңа өзің ұялатындай етіп ұрсады. Үні де, қолы да, көзқарасы да жұмсақ. Жұрттың бәрімен қарағым, айна алайын деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Өзі ылғи шаруа істеп, күйбеңдейді де жүреді. Тіпті ештеме істемеген күннің өзінде ұршық үйіріп отырады. Сонымен, балалар, осы үзінділерден сіздер нағыз әже бейнесін қалай ассоциация жасар едіңіздер? Нағыз әже бейнесі бізде мәнді де мағыналы ертек айталады. Сіздердің әжелеріңіз ертек айта ма? Келесі бізде нағыз әженің бейнесі иман жүзді қария. Яғни олардың аузында Алласы бар, үнемі балаларына тілекші болып, олардың амандығын тілеп отыратын қарияны айтамыз. Келесі бізде басына кимешек, шылауыш киеді. Шындығында расында ауылға барған ата-апаларыңызды аңғаратын болсаңыздар, басында кимешек, шылауыш, не болмаса ақ жаулығы жүреді үнемі. Келесі бізде нағыз әже бейнесін талқылайтын болсақ, үні де, қолы да, көзқарасы да жұмсақ. Ауылға баратындардың көпшілігі біледі, шынымен әженің айналайынына, әженің қолынан шыққан құртқа, әженің сол мейіріміне жететін шынымен мына әлемде шапағат, мейірім жоқ. Келесі бізде мейірімді де ақылды. Ер төстікті болсын, басқаны болсын, қисса дастандарды, қобыланды алпамысты болсын, біздер үнемі әжелердің айтқаны арқылы біліп жүретінбіз. Енді біз бүгін жалпы сонда шығарманың тақырыбы мен идеясын аштық. Идеясы бүгінгі қоғамдағы, яғни 21 ғасырдағы әжені іздеу мақсатындағы Азаттың қыздарына түсіндіруі. Бірақ олар шынайы өмірде нағыз әжені таба ма, таппай ма? Сол жөнінде біз келесі сабақтарда білетін боламыз, талдайтын боламыз. Және де шығарманың тақырыбы нағыз әже қайда деп қойылуының себебі Азаттың мына ғасырда сондай әженің бейнесін жоғалтып алғанымызға деген өкінішінен туындап отыр. Сіздерге енді осы тұрғыда үйге тапсырма бергім келіп отыр. Үйге тапсырма әдеби шығарманы толық оқисыздар. Себебі тек қана әдебиет кітабынан ғана шектелмей, бізде хрестоматия бар. Сол хрестоматияны алсаңыздар, бұл әңгіме жанры болғандықтан аса қатты көп емес, әрі кетсе 20-30 бет болу керек. Соны асықпай нағыз әже қайданы оқисыздар. Одан кейін сіздер YouTube желісі арқылы болсын, немесе интернеттен болсын, Асыл әже деген клипті қарай отырып, бейнебаянды Асыл әже деген тақырыпқа эссе жазасыздар. Үйінде әжелері бар, күнде ертегі тыңдап жүрген оқушылар үшін бұл аса қиындық тудырмайды. Сондықтан келесі сабаққа шығарманы толық оқып келеміз. Одан кейін шығарманың теориялық қыр-сырларын аңғара отырып, композициялық талдау жасап, әр кейіпкерге жеке мінездеме беретін боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау.
Нұрдәулет Ақыш, Нағыз әже қайда әңгімесіне. Бірінші мәтін. Менің оларға айтатыным көбінесе ер төстік, құйыршық, түлкі мен тазы сияқты киіз туырлықты көшпелі елдің баласының құлағына сіңісті халық ертегілері. Перзентханада өмірге келіп, балабақшада өсіп өніп жатқан бүгінгі заманның сәбиі үшін қызық та тосын дүниелер. Папа, тағы да, балабақшада бізге мұндай ертегілер айтпайды дейді Ая. Біздің тәтей бұл ертегілерді білмейтін шығар, дейді кішісі Райхан табан астында өзінше жорамал жасап. Тәтелерің сендерге қандай ертегі айтады сонда? Айбалит, қызыл телпек, сонан кейін әлгі не бар ғой? Кір қожалақ бала туралы бар ғой? Кір қоймас деген ертегі ме? Иә, папа, сен мұның бәрін қайдан білесің? Екінші мәтін. Шешеймен бір-екі ауыз сөз алмасып, бойы үйрене бастаған Райханның. Әже, осы сіз шын әжесіз бе? Дегені қарап отырмай. Өзі не деген сүйкімді бала? Бәрін біліп, тақылдап отыр. Тфа, жерге түкіріңіз, дей жаздап, ернімді қымқыра қойдым. Әже дейді мені. Жас келіп балалар өсіп жатқан соң, қайтып әже болмассың. Уақыт өзі соған әкеледі екен ғой. Әже болсаңыз, онда бізге ертегі айтып беріңізші, деді сөздің ретін бағып үндемей отырған Ая сабырлы қалпын сақтаған күйі. Жолдастың жұбайының саңқылдаған өктеміні тағы естілді. Әй, мына Азаттың қыздары мүлдем басынайын деді ғой. Біздің бабушка сендерге немене, ойыншық беді сонша? Жоқ, бұрынғының ертегіші кемпірі ғой деп бедіңдер. Өтірік шынды қиыстырып соға беретін. Кісінің мазасын алмай, ойнаңдар ана балалармен. Үшінші мәтін. Папа, айтшы, ол өзі әже емес қой деймін, ә? Әже емессің. Не, қызым-ау, енді кім екемін, ә? Қой, олай деп айтпа, ұят болады. Жоқ, папа, ол әже емес. Ол жай ғана бабушка. Өйткені бәрі бабушка деді ғой. Мен білем, әже деген ондай болмайды. Өзің айтқансың. Трамвайдан түсіп, үйге келе жатқанда кенеттен Аянның. Папа, шынында да ол әже емес шығар дегені. Әлденеден көңілі қалған адамдай. Басыңқы жуас дауыспен. Айтшы, папа, ол шын әже емес қой, ә? Мен әже деген жанның жасы келген үлкен кісі екенін айтып, бірде мені әлсіздеу түсіндірген болып едім, онша нанымды шыққан жоқ. Жауабыма Аяның қанағаттанбай қалғаны анық еді. Папа, сен бізге бәрібір нағыз әжені көрсетесің ғой? Айтшы, көрсетесің бе? Деді. Сосын ол жаңағыдан көрі жадыраңқырап, аялы жанарларында тұтанған үміт ұшқынын жасырмай, сәбилік сеніммен бетіме тура қарайды. Мен уәде еттім, бірақ оны қалай орындайтыным туралы сол сәтте ойланған жоқ едім. Мен өзіңнен қабылдап